Мұғалім газет журналға жазылуға міндетті ме? Ақылы семинар таңдау ма, әлде талап па? Армысыңдар достар, эфирде Баймедиа, біз бастаймыз. Педагог мәртебесі туралы заң қолданысқа енбей тұрбақ. Ғалымда, шахтерде бас иетін ұстаздар қауымына деген құрмет ешқашан ортаймаған. Ортаймасында, дегенмен өңірлерде жергілікті биліктің тапсырысымен мұғалімдер көше сыпырып, міндетіне кірмейтін жұмыстарға жегілуі тыйыла қойды ма екен? Қиқар ата-аналар кейде мұғалімнің момындығын пайдаланып, ар-ожданына нұқсан келтіріп жатады. Мұндай жағдайлар құқықтық тұрғыдан нақты реттелуі тиіс еді. Үкімет үйінде өткен баспасөз конференциясында оқу ағарту министрінен қоғамда қызу талқыланып жатқан ұстаздардың запыранына айналған мәселелер жөнінде сұрадық. Бізді семинарларға қатысуға міндеттейді. Бұның ішінде ақылы семинарлар. Сонымен қатар 8 мың мен 12 мыңға дейін газет журналға мәжбүрлі түрде жаздырады. Ал енді семинарға барған шығындарды сұрайтын болсақ, тіс жаратын болсақ, қудалауға ұшыраймыз дейді. Енді бізге белгілі мұғалім мәртебесі, ұстаз мәртебесі туралы заңның. Бұл заңның сонда тек қағаз жүзінде ғана орындалып жатқаны ма? Біздің елімізде 8 мыңға жуық мектеп, 600 мыңға жуық мұғалімдеріміз бар ғой. Соның енді қай мектеп екен, қай өңір екендігін нақтырақ біліп, осы заңды орындамай отырған нақты мектептерге шара қолдану бағытында сіз бізге үлкен көмек берер едіңіз. Өйткені арасында ақылы семинарлар өткізуге ешқандай қажеттілік жоқ. Өйткені өзіңіз көріп отырсыз, өрлеу ұлттық біліктілігін арттыру жаңағы біздің орталығымыз өзінің жүйелі 3 жылдағы бір курстарын өткізіп отыр. Одан бөлек біздің жаңағы ЦПМіз бар, Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі ұйымдастыру. Оның үстіне ұлттық білім академиясына тиісті жаңалықтарға қатысты семинарларды тегін онлайн деңгейде өткізіп отырады. Одан бөлек әр өңірдің, 20 өңірдің өзінің әдістемелік облыстық орталықтар бар. Тиісті жаңалықтарға қатысты қосымша түсіндірме семинарлар тегін ұйымдастыруға тиісті. Ал енді одан тыс мұғалімдерді мәжбүрлеп, оны арнайы бір семинарлар ұйымдастыратын болса, бұл жергілікті жерлердегі тиісті білім мекемелерінің жеке өздерінің бастамашылығымен жасалып жатады. Ол өз кезегінде сол 5-6 мектептің шеңберінде бүкіл 8 мың мектепте солай болып жатқан сияқты болып көрінеді. Педагог мәртебесі туралы заңда әрбір педагогтың кәсіби қызметіне артық міндетті жүктеуге, тікелей міндетіне кірмейтін жұмыстарға тартуға тыйым салынатыны анық жазылған. Алайда бұл нормалар өңірлерде толық сақталып отырғанына күмән көп. Министр бұл мәселелерді назарға алатынын мәлімдеді. Алайда нақты шаралар мен бақылау тетіктері болмайынша педагог мәртебесі тек қағаз жүзінде қала беру мүмкін. Мұғалімдер еркінен тыс жүктемеден арылғанда ғана нағыз мәртебеге қол жеткізетіні анық. Балабақшаға сеніп тапсырған бала әр ата-ананың аманаты. Бірақ Қызылорда облысы Шиелі ауданындағы жеке балабақша бүлдіршін үшін қауіпсіз орта емес, қан жоса еткен орынға айналды. Әлеуметтік желіге таралған кадрларды қарап денең тіркенеді. Ең сорақысы 25 жерінен тістелген бүлдіршінге балабақша тарапынан алғашқы медициналық көмек те көрсетілмеген екен. Бұған дейін жеке балабақшаларға қадағалау күшейетінін айтқан Ғани Бейсенбаевтан мән-жайды сұрап көрдік. Ақпаратты қарайтын болсаңыз, әлсін республиканың жерлерінде жекеменшік балабақшаларда осындай келеңсіз жағдайлардың туындауына байланысты өткен жолы парламентте, мәжілісте балабақшаларды, жеке меншік балабақшалардың бәрін лицензиялау туралы мәселе көтерілді. Бұл да келеңсіз жағдайларға жол бермеуге тосқауыл мемлекеттік деңгейде, заңнама деңгейінде тосқауыл қойылды, арнайы қабылданған шаралардың бірі. Ол тек қана бір мекемеге немесе бір жаңағы жергілікті жерге қатысты емес. Оның үстіне сіз ақпаратты қарап отырсаңыз, жуық арада, дәлірек айтқанда 30 сәуірде барлық жекеменшік мектептер, балабақшалар жиналып, мынау өз-өзін реттеу мекемесін құрды. Өз-өзін реттеу ол жалпы тек қана мемлекеттік қадағалау емес, бұл жалпы жекеменшік балабақшалардағы өзінің міндетін сапасыз орындайтын мекемелерге тыйым қоюды қоғам болып қолға ала бастады деген сөз. Бұл да жалпы үлкен үдерістердің бірі. Үшінші, енді мына
ақша табуға ұмтылған кейбір жекеменшік мекемелер баланың қауіпсіздігі мен оның біліміне емес, қалтаның қамын ойлағандықтан осындай мәселелердің болып жатқандығын көріп отырмыз. Оған себеп ол балабақшалар бұған дейін ешқандай мемлекеттік тіркеуден өтпей, кәдімгідей мынау дүкен ашқан сияқты балабақшаларды аша салып, жаңағы ешқандай сапаға жауап бермей, осындай келеңсіз мәселелер орын алғандықтан біз қанша үлкен мына балабақшалардың, жақсы жұмыс істеп жатқан балабақшалардың бұл нені қолдап отыр, басқа балабақшалардың қарсы болғанына қарамастан, мынау лицензиялау мәселесі қазір депутаттардың қолдауымен жүріп жатыр. Сондықтан алдағы уақытта заңнамалық деңгейде қаталдау дүниелер енгізілді. Сәбиді тістеген оқиға, тәрбиешінің бүлдіршінді ұрып соғуы және өзге де оқыс оқиғалар бұл жай ғана оқыс жағдай емес, жүйелі бақылаудың әлсіздігінен деп білеміз. Ата-ана баласын сеніп тапсырған жер ең алдымен қауіпсіз мекен болуы тиіс емес пе? Бұл мемлекеттің де, қоғамның да жауапкершілігі. Бүгінге осы. Арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Түйіні күрделі мәселелеріңіз болса, редакцияға жолдасаңыз болады.